Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге самсаның түйу әдісін көрсеткім келіп отыр. Бұл жерде менде қатпарлы самсаның қамыры. Осыны бөліктерге бөліп алып, ішіне салмасын салып, жақсылап бекітеміз. Мінекей, осындай. Барлық жағын жақсылап бекітіп аламыз. Әйтпесе, ыстық пешіңізге салған кезде ол ашылып кетуі мүмкін. Осылай жақсылап қысып, барлық жағын бекіткеннен кейін бас бармақтың көмегімен міне жақсылап қысамыз. Сол кезде өз формасын шығарып тұрады. Міне соны итере отыра осындай өрім жасаймыз. Әдемі болып шығады. Бірінші бастапқыда кішкене қиынырақ болады, содан кейін қол үйреніп кетеді. Қазір тағы мұқият жақыннан көрсетемін. Мінекей әдемі өрім болды. Мінекей қатты қысқанда өз формасы шығып тұрады. Томпайып, шошайып, міне соны итере отыра, міне итереміз, мыжимыз, итереміз. Сол кезде итеріп, қайырып отырып, егер болмай жатса, міне екінші қолыңыздың бас бармағын кішкене икемдетіп, соны сол қолыңыз тоже көмектесіп жіберсін. Міне осындай қатпарлы қамыр және шетінде әдемі өріммен пайда болады. Осылай жасап көріңіздер. Сіздермен болған Майраның асханасы.